Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, нәзік болып шығатын бөлкелердің рецептісін ұсынатын боламын. Бізге керекті барлық қоспалардың бәрін қосып, қамыр илейміз. Жылы сүтімізді, жылы суымызды, ашытқымызды, тұзды, қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Қант пен тұз жақсылап еруі қажет. Одан кейін бөлме температурасына тұрған сары майымызды және сұйық майымызды қосып, бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнды електен өткізіп, қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырды илеп болғанымыздан кейін бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін сіз өзіңіз қалағаныңызша бөлкелердің формасын шығарып түйе берулеріңізге болады. Бөлкелердің формасын өздеріңіз қалағаныңызша шығара бересіздер. Мен осылай түйдім. Видеода көрсетілгендей етіп түйсеңіздер де болады. Өте оңай жасалу жолы. Бірі кішкентай, бірін үлкен қылып түйіп көрсеттім. Бөлкемізді түйіп болғаннан кейін бетіне жұмыртқамыздың сары уызын жағып, күнжутымызды сеуіп, қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзада. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.